Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз қойдың адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Ертеректе дәрі тапшы болса, қазір удай қымбат химиялық құрамына да сенуге болмайды. Осы сәтте халық медицинасында баяғы заманнан келе жатқан қазақи емнің түрі, кәдімгі қойдың емдік қасиеттері жайында білген де артық болмас. Теріге түсіру. Қой терісі мен жел, құз, қияң ауруына шалдыққандарды емдеген. Ол үшін семіз қойды бітеу сояды да, оған ерменді бүрмен қоса қайнатып, суын терінің ішіне құяды. Науқас адамды шешіндіріп, 2-3 сағаттай сол теріге орап қояды. Бұл әдіс теріге түсіру деп те аталады. Теріге түскен адам жылы оранып жатып, 2-3 күндей сорпа ішіп күтінуі керек. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 80 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Қой құйрығы. Жөтелді басып, қақырықты түсіреді. Тұмаудан кейінгі созылмалы жөтелге құйрық майды ыстық сүтке ерітіп ішеді. Суық тиген баланы да құйрық маймен сыласа тез жазылып кетеді. Қойдың жыны. Буын тізе сырқырағанда қолданылады. Жаңа сойылған қойдың қарнын жынымен қоса алып, оны ыдыстағы ыстық суға салады. Содан кейін қарнның үстіңгі жағын тіліп, науқастың 2 аяғын жынға батырып, жылылап орайды. Ыдыстағы су салқындай бастаса, үстіне ыстық су құю керек. Булаудан шыққаннан кейін жылы киінген дұрыс. Қойдың өкпесі. Жөтелді тоқтатып, несеп жолдарының жұмысын реттейді, ісікті қайтарады. Егерде жас қойдың өкпесін тілгілеп, сірке суы қосылған суға қайнатып, күнде 2-3 тілімден жесе, қақырықты түсіріп, өкпе демікпесін басады. Қойдың тоқ шегін, сәбидің көк бауыры ауырғанда шажырқай майын сыдырмай, дөңгеленген күйінде кіндіктің үстіне қойып, сыртынан орап қояды. Егер ішектің жылуы бәсеңдесе, торсыққа жылы су құйып, ішектің үстіне қояды. Бұл емді бала терлегенше бірнеше рет қайталайды. Қойдың қарны. Асқазан, ішек жолдарының дертіне, әйелдер ауруына, қиянға қолданылады. Науқас адамның 2 аяғын көсілтіп, ыңғайлап отырғызады да, жаңа сойылған семіз қойдың қарнын жылы күйінде оның құрсағына қойып, сыртынан орап тастайды. Біраздан соң науқас ағыл-тегіл терлейді. Тері қалмас үшін 2-3 сағаттан соң киімін ауыстыру қажет. Бұдан кейінде бірнеше күн сорпа ішіп күтінген жөн. Қой өті. Шаштың арасына ұсақ бөртпе түскенде қолданылады. Шашты тақырлап алып тастап, басты сабындап жуғаннан кейін бөртпенің бетін су қосылған өтпен сүртсе, бөртпе тез жазылады. Қойдың жілік майы. Туберкулезбен ауырған әлсіз адамдар, жиі ауыратын жас балалар жесе, 1000-да 1 дауа. Жаңа сойылған қой еті. Жұқалап тіліп, жығылғанда пайда болған ісікке таңып тастаса, ісік тез қайтады, әрі жара іріңдемейді. Шиқанға, сыздауыққа таңса, жара аузы ашылады. Қойдың етін күйдіріп, күлін сірке суына езіп, жылан, шаян шаққан жерге таңса, уытты қайтарады, сыздап ауырғанын басады. Еті сылынып алынған қойдың сүйегін шауып, ұзақ уақыт қайнатып, сорпасын мешел болаға үнемі ішкізсе, нәресте тез оңалады. Бұл ем сынықтың тез бітуіне де көмектеседі. Ендігі кезекте қой терісінің емдік қасиеті жөнінде толығырақ айта кетейік. Қой терісінің емдік қасиеті мол. Қойдың емдік қасиеттері жайында көптеген мысалдар келтіріп өтуге болады. Мәселен, не себепті жаңадан сойылған қой терісіне орайды, әрі ол қара қой терісі болсын дейді. Оған себеп қара қой күн астында энергияны көп қабылдайды.
Ал ақ қой болса энергияны аздау қабылдайды. Себебі сәуле шағылысады. Әсіресе қара қой терісінің арасында көгілдір күлгін сәуле көп жиналады екен. Онымен науқасты орағанда әлгі қой терісінен сәуле бөлініп шығып, адам денесіне жақсы әсер етеді. Көгілдір күлгін сәуленің емдік қасиеттерінің көп екендігі медицинада мәлім. Қойдың тоғышегінің ем болатын аурулары және қолданылуы. Жас балалар шетпесіне жаңа ғана сойылған ту немесе еркек қойдың тоғышегін шажырқай майын сыдырмай дөңгеленген күйінде науқас баланың кіндігінің үстіне қойып жылылап орап жатқызады. Егер шегінің жылуы төмендесе, торсыққа жылы су құйып 40-50 градус шектің үстіне жылу өткізеді. Бала осыдан терлейді. Осы әдіс 1-2 рет қайталанса, бала тез арада жазылады. Қойдың қарнында білген адамға ем. Жел құздан болған асқазан, ішек жолдарының ауруына, әйелдер ауруына және қуық ауруына, семіз ту немесе қой, құнан, дөнен қойларды сойып, қарнын тартудан бұрын науқас адамды астын жұмсақтап, төсекке 2 аяғын көсілтіп отырғызады да, сойылған қойдың қарнын жылы күйінде дереу науқас адамның құрсағына тартып, жылы орайды. Шамамен жарты сағаттан кейін науқас адам терлейді. Адам сүйсінеді, шөлдесе әлсін-әлсін сусын ішкізеді. 2-3 сағат мөлшерінде жылуы қайтады. Осы кезде науқасты шығарып алып, тазалап жуындырып, суық тигізбей, әрі бойға жылу беретін, тез қорытылатын тағамдар ішкізеді. Бірнеше күн сорпа ішкізіп күтіледі. Қойдың сүтінің, яғни овечье молоконың пайдасы. Қой сүті сиырдың сүтінен әлде қайда құнарлы, майлы болады. Қойдың сүті қорғасын, қойды ұрған оңбасын деуі қой сүтінің айрықша сіңімді, қуатты, жұғымды екенінің дәлелі. Қойдың сүті сұрғылтау болып келеді. Қой сүті тым қою болғанда оған аздап су қосып та пайдаланады. Қойдың сүтіне күріш салып, сыр күріш аталатын күріш ботқа пісіреді. Ол баланың иммунитетін көтереді. Асқа тәбетін ашады. Қан қысымы бар адамдар қойдың сүтіне теңдей дәрежеде су қосып қайнатып, суы сарқылған соң құмшекер қосады. Таңертең аш қарынға 15 күн ішсе, өте шипалы болып табылады. 9 жастан асқан жоғары бала өкпе туберкулезіне шалдықса, оны емдеуде тұсақ қойдың сүтін ішкізген. Қойдың сүті аурудан тез айықтырған. Абайсызда жылан немесе басқа да улы жәндіктер шаққан жағдайда қой сүйегін күйдіріп, сірке суына малып, мақтамен ұрап, шаққан жеріне таңып қойса, удың ағзаға тарап кетпеуіне көмектескен. Ыстық, аптапты күнде шалап, кімнің болса да шөлін қандырады. Аналарымыз қойдың сүтінен айран жасап, сол айранға су құйып, шайқап, шалап еткен. Шалап асқазанға тез қорытылады және шөлді басады. Қорықтық. Қазақ ұлтының қойшылары кең өрісті Сахарада қойды өрістетіп, ұзап шыққан кезде істеп ішетін ас. Қыркүйек айында қойды таңертең кеткеннен кешке бір әкеледі. Алдымен бірнеше қойды сауады. Отын жағып, сол отынға домалақ, кебір бұдыры жоқ 5-6 тас таңдап алып тастайды. Әбден тас қызған кезде саптаяқтағы сүтінің ішінде бірден кезек тастап отырады. Осы кезде саптаяқтағы сүт борпылдап қайнап, әбден піседі. Міне мұны қорықтық деп атайды. Қорықтық өте дәмді, қоректігі күшті, жұғымды қою ас. Қорықтық ішкен адамның денесі шымыр, суыққа төзімді келеді. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпағайсыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады.